Сәлем достар, бүгін банкада 40 қабатты дұрыс тұздауды көрсетемін. Ешқандай сірке суы жоқ, табиғи жолмен ашытылған 40 қабат. Ең бірінші 40 қабатты жіңішкелеп тураймыз. Сәбізді өткіштен өткіземіз де, енді 40 қабатпен сәбізді біріктіреміз, әдемілеп, жақсылап араластырамыз, қатты мыжғыламаймыз. Ал енді тұз, қант, кесек қара бұрыш қосамыз, қолмен жақсылап уқалаймыз. Осы уақытта 40 қабаттың шырыны шығуы керек. Дайын қоспаны банкаға нығыздап саламыз. Қолмен үстінен баса отырып, арасына лавр жапырағын саламыз. Ешқандай сірке суын қоспаймыз, су қоспаймыз, тек өз шырында болуы керек. Көбігі шықса, ол қалыпты жағдай. Барлық қоспаны салып болғаннан кейін, ең соңында үстінен өз шырыны толық жабуы керек, және де үстінен ауыр зат қоямыз. Банканың аузын қатты жаппаймыз, 3 күн бөлме температурасында қалдырамыз. Күніне 1 рет газын шығарып тұрамыз. Осылай ұзын ағаш затты аламыз да, банканың түбіне дейін жеткізіп, жан-жағына итере отырып, газын шығарамыз. Дәл видеодағыдай. 3 күн дәл осылай газын шығарып тұруы керек. Бұл 40 қабаттың дайын болған түрінен қорықпаңыздар. Дайын болған 40 қабатты енді салқын жерге қоямыз. Ал сіз 40 қабатты қалай тұздайсыз, пікірде қалдыра кетіңіз. Міне 40 қабат тұздамасы дайын. Қыста салатқа да, тағамға да таптырмас рецепт. Сіздермен болған Ақгүл, келесі видеода кездескенше. Қытырлақ дәмді болыпты.